армысыздар. Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі. Студияда Сымбат Асқар, алдымен андатпа. Наурызым ауданына қарасты Қарамеңді ауылында қаңғыбас иттер қойға шапқан. Бір түнде 14 қойды тамақтап, шопандардың ала жаздай әупірендеп төккен терін еш еткен. Енді оқушыларға дене шынықтыру пәнінен баға қойылады. Жаңашылдық көркем еңбек пен музыка пәндеріне де қатысты. Аталған құжат ашық үкімет порталында жарияланған. Бұл жайында сәлден соң мен Қарагөз Мақатов айтатын боламын. Қостанайда жаза қабырғасы мен азамат соғысы кезінде қаза тапқандар мемориалы қалпына келтіріледі. Бұл көне ескерткіштерге ғылыми реставрация жасайтын мердігер ұзақ уақыт бойы табылмаған еді. Жұмыстар қашан басталады? Бұл мақсаттарға қанша қаражат бөлінеді? Бұл жайында мен Дәуіт Байғоныс бүгінгі шығарымда айтып беремін. Бүгін облыс әкімінің халықпен кездесуі өтті. Тұрғындар өңір басшысына толғандырған сауалдарын тікелей қойды. Басым көпшілігі жеке секторда көпқабатты үй салуға қарсы. Ал Нариман базарындағы кәсіпкерлер мұндағы жер телімі мемлекет қажетіне алынған соң жұмыссыз қаламыз ба деп алаңдап отыр. Жағдайды толығырақ тілшіміз тарқатсын. 2 жыл бойы Қостанайда қаланың егжей-тегжейлі жоспарлауын әзірлеу бойынша жұмыстар белсенді жүргізілуде. Бұл жоба аясында Қостанай қаласының ескі тұрғын үй аудандары жаңартылады. Бүгінде мұнда жеке секторды бұзып, сол орында көп қабатты тұрғын үйді тұрғызу мәселе туындап отыр. Қостанай қаласының аудандарына қатысты қоғамдық тыңдаулар бірнеше рет өткізілді. Алайда Қостанай қаласының тұрғындарына аталған мәселе бойынша әлі де көптеген сұрақтары бар. Сіз облыс әкімі болып тағайындалған сәттен бастап жергілікті атқарушы органдар 6 егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын бастаған болатын. Олардың барлығы облыс орталығының жеке секторында көп қабатты тұрғын үйлерді салуға байланысты. Бұл шаралар сіздің бастауыңызбен жасалды. Өзіңіз бірінші ақпараттық кеңесте көлденең емес, биіктігінен құрылыс салу жайлы айттыңыз. Осылайша жеке сектор аумағында қала тұрғындарының келісімсіз жұмыс жүргізілуі аймақтағы әлеуметтік шиеленістің өсуіне әкелді. Егжей-тегжейлі құрылыс жобасы жүргізілетін үйлердің тұрғындары баспаналарын тастағысы келмейтінін айтады. Аталған сауалға қатысты облыс әкімі пікірін білдірді. Бұл мәселеге жеке құрылыс салушылар жауапты. Олардың қаланың бір бөлігінде жер телімдері бар. Біз оларға құрылысты тоқтатсын деп тыйым сала алмаймыз. Бүгін кездесуге құрылысшылардың кейбірі қатысып отыр. Кездесу аяқталған соң жиналып аталған мәселені бірге талқылаймыз. Облыс әкімі аталған мәселені жеке кездесуде шешуге уәде берді. Ал сүрілетін тағы бір аудандардың бірі Нариман базары. Бұған мұнда ұзақ уақыт бойы сауда жасап кәсіп қылған жеке кәсіпкерлер наразы. Олар жұмыссыз қаламыз ба деп алаңдайды. Естеріңізге сала кетейік, базар орында жаңа мектеп пайда болу керек. Қалалық әкімдік жаз айында мемлекет мұқтажы үшін бұл жерлерді ала бастады. Барлығы бізге 70 немесе 86 орын бөлінді деп айтып жатыр. Ал қалғанымыз қайда барамыз? Бізде әртүрлі жастағы кәсіпкерлер жұмыс істейді. Олардың барлығы осында қызмет еткісі келеді. Біз базарда жұмыс істеп, күнкөрісімізге қаражат табамыз. Кәсіпкерлер қазір нарықта 300-ге жуық адам қалғанын айтады. Олар барар жері болмағандықтан жұмыстары тоқтап қалады деп алаңдайды. Ал Салтанат базары көктем кезінде сүріледі. Ол Шевченко көшесіндегі жол бойында орналасқандықтан көлік қозғалысына қиындық келтіруде. Бұл аймақ босатылғаннан кейін 2 жолақты қозғалыс қолжетімді болады. Орын табу менің немесе әкімдіктің жұмысы емес. Дегенмен сіз бұл сұрақты көтерген соң біз штаб құрдық. Мұнда өзіңізге қажетті ақпаратты ала аласыз. Сізді басқа базарға жұмысқа орналастыруға тырысамыз. Марат Жүндібаев қазір қалада заманауи базар салу мәселесі пысықталып жатқанын, басты міндет қолайлы жер телімін табу екенін атап өтті. Қостанайлықтарды басқа да мәселелер толғандырады. Мысалы, мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары 2 жыл бойы биліктен балаларына спортпен шұғылдану үшін орын табуды сұрайды. Біз осы күнге дейін бірде-бір үй жайылған жоқпыз, және сол аптада спорт басқармасынан жауап алдық. Спорт басқармасының барлық ведомствоға бағынысты ұйымдары дүйсенбіден сенбіге дейін оқу-жаттығу процестерімен айналысады, яғни қарапайым адамдармен. Ал мүмкіндігі шектеулі балалар мен ересектер бұл санатқа кірмейді. Өңір басшысы спорт басқармасына осы мәселені пысықтауды және мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған спорт нысандарын табуды, қажет болған жағдайда оларды халықтың осы санатына бейімдеуді тапсырды. Сондай-ақ тұрғындар шаһарда зейнеткерлер үшін белсенді ұзақ өмір сүру орталықтарын ашу, пәтер иелері кооперативі мен мүлік иелерінің бірлестігіне қатысты сауалдарын қойды. Өңір басшысы Құмар Ақсақалов осы мәселелердің барлығын жеке қабылдауда талқылауды ұсынды. Хамза Нұрпейісов, Қарагөз Мақатова, Алау. Қарасу ауданында қазіргі жағдай тұрақты, су ағынының төмендеуі байқалады. Аудан әкімі Қайрат Оспанов осылай деді. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада елді мекенді тасқын судан қорғайтын канал бұзылып, арнамызға аудан тұрғындары хабарласқан еді. Қазіргі таңда мұнда күнделікті төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері кезекшілік етуде.
Проводятся работы по восстановлению. Су көлемінің төмендеуі, күннің суы мен аяздың әсерінен су ағынының төмендеуі байқалады. Қазіргі таңда жолдарды қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Новоселовка ауылына баратын жол жөнделуде. Онда диаметрі 1200 болатын 10 құбыр қойылған. Жолдарды жақын арада жөндеп, қозғалысты қалпына келтіреміз деп ойлаймын. Қаңғыбас иттер қойға шапқан оқиға Наурызым ауданына қарасты Қарамеңді ауылында орын алған. Үй иелерінің сөзінше, қорадағы қойларына қаңғыған иттер қасқырша шаба бастаған. Бір түнде 14 қойды тамақтап, шопандардың ала жаздай әупірімдеп төккен терін еш еткен. Ал бұл ауданда қаңғыбас иттерді аулауға жауапты мердігер ұйымы түк бітірмеген. Бұл Наурызым ауданы Қараменді ауылының тұрғындары жіберген видео. Ауыл тұрғындарының сөзінше қаңғыбас иттер аулада тұрған қойларды тамақтап, әлі келгенін сүйреп талап тастаған. Азулы итке таланған ұсақ малдың саны 14 видеодан таланған. Қансыраған қойлардың аянышты хәлін көруге болады. Таңғы сағат 8:30 уақытында малды жайлауға барғанда сол жерде көрдік. Сонда қойлар әр жерде енді қалай айтуға құлап жатыр, қансырап жатыр дейді. Сонда байқадық ит талаған. Жұмсақ жерлерін істеген құйрықтары жоқ деуге болады. Сосын мынау аттан алған жұмсақ жерлерін жіберген. Содан кейін өзі енді төлдейтін малдар үлкен қозылар шықты. Аузына марқа қойдың иті тиген қаңғыбас иттер ертесіне күндіз тағы бір үйдің қойларын талап тастаған. Абырой болғанда үй иесі таяқтап жүріп қойларын арашалап қалдым дейді. Когда я пошла за угрём, Қора сыртына барсам, қойларында 6 ит жабылып талап жатыр. Таяқтап әрен хараша түсіп, қойларында аман алып қалдым. Қаңғыбас иттер әбден дәнігіп алған. Мені көріп қашпады мүлде. Тіпті көзімді ала бере қайтып келет өздері. Иттер өтері. Ең кішкентай марқаларды тамақтап тастаған. Тағы бір қойды жарақаттаған. Бізге атуға болмайды деді, заң жоқ. Улайтын дәрі сұрап ек, ондай да жоқ деп айтты. Қолымыздан ештеңе келмейді деді. Ол малға шапқан ертең адамға, балаларға шабады дейміз, содан қорқамыз. Тұрғындар қазіргі уақытта ауданда қаңғыбас иттердің көп екенін алға тарта, талона аулап ұстауға жауапты мердігер биылғы жылы мардымды жұмыс атқармаған. Бір Наурызым ауданы көлемінде 50 қаңғыбас итті аулауы қажет еді, бірақ бірде-бір итті ауламаған. Енді оның ісі сотта қаралады. Победителем отлова Қостанай облысының аудандарында солтүстік 2010 мердігерлік ұйымы 50 итті аулап, қоғамнан оқшаулауы қажет еді. Бірақ мердігер осы уақыт ішінде өзіне тиесілі бірде-бір жұмысты атқармаған. Біз оған арнайы ескертпе жібердік. Өкінішке қарай, бірде-бір талапты орындамай отыр. Қазір олардың атқармаған жұмыстар жайында құжаттар дайындалды. Оның барлығы сотқа жіберіледі. Ататалған мердігер биыл облыстың 13 ауданында иттерді аулау бойынша жұмыстарды атқару қажет еді, бірақ келісімде көрсетілген шарттарды мүлде орындамаған. Қазір зардабын Қараша халық тартып отыр. Енді оның бұл қылығы майшаммен қаралмақ. Ала жаздай қойларын қасқырға алғызбаған шопандар қорада тұрып итке таланғанына наразы. Хамза Нұрпейісов, Аслан Бияхмет, Алау телеарнасы, Наурызым ауданы. Енді оқушыларға дене шынықтыру пәнінен баға қойылады. Тиісті жаңашылық, музыка және көркем еңбек пәндеріне де қатысты. Аталған құжат ашық үкімет порталында қоғам талқысына шығарылған. Бұдан бөлек мектептерде университеттік GPA бағалау жүйесі енгізілмек. Өзгерістер жайын толығырақ тілшіміз тарқатсын. Ашық үкімет порталында білім берудің жалпыға бірдей міндеттік стандартының жаңа нұсқасы жарияланған. Құжат 9 желтоқсанға дейін қоғам талқысына шығарылды. Жаңа заң жобасында бірнеше жаңашылдықтар бар. Атап айтсақ, енді мектептерде университеттік GPA бағалау жүйесі енгізілмек. Әлеуметтік GPA білім алушының сабақтан тыс шараларға, қоғамдық өмірге қатысуын белгілеп, оқушылардың рейтингін жасайды. GPA будет указан в Әлеуметтік GPA негізгі білім туралы аттестатқа қосымша ретінде беріледі. Мұнда білім алушылардың тиісті оқу кезеңдегі оқудан тыс әрекеттерін бағалау нәтижелері транскрипта жазылады. Оған оқушылардың спорттық, мәдени, волонтерлік жобаларға қатысу жатады. Себебі қоғамдық шараларға қатысып азаматтық белсенділікті танытуы білім беру процесінің ажырамас бөлігінің бірі.
Білім беру бағдарламасына жаһандық құзыреттер атты тағы бір пән қосылмақ. Бүгінде бұл сабақ өмірлік қауіпсіздік негіздері аясында оқытылады. Оқу жоспарының вариативті компонентінің құрамына кіретін пәнді 2026 жылдан бастап барлық мектептердің сабақ кестесіне енгізу жоспарланған. Сондай-ақ жаңа стандарттың негізгі аспектілерінің бірі бастауыш сыныпта қазақ тілін енгізу бағдарламасы арқылы көп тілді білім беру бағдарламасын дамыту болып табылады. Яғни білім беру ұйымы таңдауы бойынша кейбір пәндерді мемлекеттік немесе шет тілінде оқыта алады. Будет организовано изучение. Білім беру ұйымдардың шешімі бойынша орыс, ұйғыр, өзбек және тәжік тілдерінде оқытылатын оқу сыныптарда оқу пәндерін қазақ тілінен оқуға рұқсат етіледі. Сондай-ақ математика, алгебра, геометрия, физика, химия, биология, информатика оқу пәндерін шет тілінде оқытуға болады. Дене шынықтыру, музыка және технологияны қоса алғанда барлық пәндер бойынша критериалды бағалау жүйесі енгізілмек. Яғни мұғалімдер аталған пәндер бойынша оқушыларға енді баға қойылады. Бұған дейін олар білім алушылардың сабаққа қатысуын сыналды, сыналмады деп белгілейтін. Сондай-ақ жаратылыстану пәнінде білім алушыларға экологиялық мәдениет жайында қосымша оқытылады. Айта кетейік, құжат жобасы әзірге қоғамдық талқылауда жатыр. Виктор Ваташко, Қарагөз Мақатова, Алау. Алғашқы ата-аналар жиналысы мен экскурсия Қостанай ауданына қарасты Заречный ауылында жуырда ашылған жайлы мектепте бүгін ашық есік күні өтті. Бастауыш сынып оқушыларының ата-аналары балалардың қандай жағдайда оқитынын көріп, мектептің бас кезінде жариялаған білім беру сапасына баға беруге мүмкіндік алды. Сонымен қатар мектеп қонақтары педагогикалық ұжыммен де танысты. Тақырыпты толығырақ әріптесім баяндайды. Бұл Қостанай ауданына қарасты Заречный ауылында бір ай бұрын облыс аумағында ашылған алғашқы жайлы мектеп. Сыйымдылығы 900 адамды құрайтын білім ордасында балалар тек мемлекеттік тілде тәлім алады. Мектеп ұлттық жоба бойынша заманауи сапада салынған. Бұнда тіпті соңғы үлгідегі материалдық техникалық жабдықтар орнатылған. Қазіргі таңда білім беру ошағында 600-ден астам бала оқып жатыр. Ал бүгін оқушылардың санын арттыру мақсатында басқа мектептерде оқитын балалардың ата-аналарына ашық есік күні ұйымдастырылды. Бүгін бізде үлкен іс-шара болып жатыр. Жалпы ата-аналарға арналған ашық есік күні. Оның басты мақсаты осы біздің Қостанай ауданы және Қостанай ауданына қарасты елді мекендердегі қаладан да ата-аналарды қызықтырып, балаларды қызықтырып, осы мектепке оқуға тарту, мектептің басты ерекшеліктерін көрсету. Әрине, әрбір ауыл оқушысына бұндай мектепте білім алу арман болар. Себебі білім ошағында 100-ден аса әртүрлі оқыту кабинеттері бар. Мұнда оқу лабораторияларынан бастап робототехника, компьютерлік сыныптар және STEM зертханалары жұмыс жасайды. Мектебіміздің басты ерекшелігі бізде арнайы кабинеттер бар. STEM кабинет, робототехника, биотехнология, нанотехнология. Сонымен қатар көркем еңбек пәні бойынша 4 кабинетіміз бар. Мектептің тағы бір ерекшелігі, бізде арнайы ерекше қажеттілігі бар инклюзивті балаларға лифт бар, пандустар бар. Және де мектебіміздің көп бөлігінде 103 бейне бақылау камерасы орнатылған. Дәл осындай мүмкіндіктердің арқасында Нұрдана Жараспаева өз немересін 1-ші сыныпқа берген. Сөзінше, мұндай оқу орнында білім алу баланың болашағына зор септігін тигізеді. Сондықтан бүгін мектептің жай-күйімен танысу үшін ашық есік күніне арнайлап келген. Осы мектеп салынғаннан кейін өзіміз өткенде әкеп тастап кетеміз ғой, енді кіруге болмайды дегесін. Бүгін ашық мектеп, ашық күні деп жарияланғаннан кейін келіп отырық. Жалпы көңілімізден шықты, мектептің білімі де жақсы, мұғалімдері де жүздері жылы сондай жақсы. Асханасында болдық, ол да жақсы екен, таза, жылы. Балаға оқим деген ниеті бар балаға бүкіл жағдай жасалған. Мектеп мұғалімдерінің сөзінше, балалары бастауыш сыныпқа баратын ата-аналардан сұрақтар жиі келіп түседі. Бүгінгі таңда 260 бала кіші сыныпта оқиды. Алайда мектеп одан да көп бала қабылдауға дайын. Басында келген кезде менің сыныбымда тек қана 9 оқушы болған. Енді қазіргі таңда 25 оқушыға толықты. Келгісі келіп жатқан оқушылар мен ата-аналар да асып жатыр. Яғни олардың бірінші сұрағы біз сынып қамталы, басында келген сыныпта қаламыз ба? Біз басқа сыныпқа ауысып кетпейміз ба? Яғни оларды қатты мазалайтын осы сұрақ десем болады. Сондай-ақ ата-аналарға балалардың қандай секциялар мен үйірмелерге баруға мүмкіндігі бар екені егжей-тегжейлі түсіндірілді. Оқушылар аптасына 3-4 рет мектеп қабырғасында шығармашылық, интеллектуалдық би немесе спорт сабақтарына қатыса алады. Алексей Краснов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.
Ату қабырғасы қалыпқа келтіріледі. Қостанай қаласындағы облыстық тарихи өлкетану мұражайының ауласы келер жылы жаңа кейіпке енбек. Жүргізілетін жұмыстар жайында жақын күндері белгілі болды. Мамандардың сөзінше, мұражай ауласындағы жаза қабырғасының маңайы дұрысталып, азамат соғысы кезінде қаза тапқандар мемориалы қалыпқа келтіріледі. Сондай-ақ музейдің ішкі ауласы да кеңеймек. Жоспар бойынша аула 4 аймаққа бөлініп, онда өнер, тарих, ойын-сауық және көркем галерея алаңдары пайда болмақ. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Бұл Қостанай қаласының қақ ортасында орналасқан қызыл қабырға. Осыдан 100 жыл бұрын шаруалар көтерілісіне қатысушыларды дәл осы жерде жазалаған. Оққа ұшыраған адамдардың көптігі қабырғадағы ойылған тесіктерден ақ байқалады. Деректер бойынша бұл жерде 18 мың адамның өмірі қиылған. Қазір бұл аймақ облыстың тарихи ескерткіштер тізіміне кіреді, яғни қатаң түрде қорғалады. Келер жылы оның айналасын қалыпқа келтірмек. Тіпті оның ғылыми жобалық құжаттамасына ақша да бөлініп қойылған. Мұнда қазір ғылыми жобалық құжаттама сондай бір дайындалып жатыр. Бір фирма ұтып алды. Солар қазір осы жылдың аяғына шейін сол құжаттама дайын болу керек. Сол дайын болса, бұл жерде біраз өзгеріс болады. Музей қызметкерінің сөзінше, бұл жердің ғылыми жобалық құжаттамасын әзірлеуге мердігерді ұзақ іздеген. Бұл жұмыстарға тендер қыркүйек айынан бастап мемлекеттік сатып алулар сайтына 3 рет жарияланған екен. Себебі ғылыми жобалық құжаттаманы тек лицензиясы бар мамандар жасай алады. Өз кезегінде бұндай мамандар елімізде аз. Жоспар бойынша мұражайдың ішкі ауласы кеңейеді. Сонымен қатар жаза қабырғасының маңайы дұрысталып, азамат соғысы кезінде қаза тапқандар мемориалы қалыпқа келтіріледі. Да, но стена сама... Ату қабырғасы мүлде қозғалмайды, себебі ол архитектуралық ескерткіш, оның айналасы ғана абаттандырылады. Жоспар бойынша аула кеңейеді. Мынау жаңа қабырғалар алынып тасталады. Ал қонақтарға қызықты болуы үшін өнер, тарих, ойын-сауық және көркем галерея алаңдары пайда болмақ. Ғылыми жобалық құжаттаманы әзірлеуге Орал қаласының Ұлы Тенгри фирмасы келіскен. Ол жұмыстарды мердігер ұйым 5,7 миллион теңгеге атқаруға келіскен. Бүгінде олар мұражай ауласын өлшеп, сызып та кеткен. Алдағы уақытта бұл жерде қандай жұмыстар жүргізілетіні және оған қанша қаражат бөлінетіні белгілі болады. Виктор Ваташко, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Қош келдің жаңа жыл. Тойлауы дәстүрлі түрде жалғасып келе жатқан мерекені атап өтуге биылғы жылы 80 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Осы арқылы Қостанай қаласы түрлі түсті жаңа жылдық безендірулермен сәнделеді. Орталықта 2 сырғанақ ашылып, коньки тебуге арналған мұз айдыны құйылады. Толығырақ келесі сюжетте. Көп ұзамай қостанайлықтар жаңа жылдық сиқырлы атмосфераға енеді. Қалада көптен күткен мерекеге дайындық қазірдің өзінде қызу жүріп жатыр. Биыл облыс орталығын жобалауға 80 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалады. В центре города на улице... Қала орталығында Әл-Фараби көшесінде дәстүрлі мұз қалашығын орнату жоспарлануда. Оның басты атрибуты тек балалар ғана емес, ересектерге де ұнайтын үлкен мұз сырғанағы болады. Бұл нысан Атриум бизнес орталығы мен Сағат мұнарасының аумағында салынады. Сүйікті жарықтандырылған мұз лабиринті Қазақ Телеком ғимаратының жанында орналасады. Әсіресе бүлдіршіндер үшін мәдениет бөлімі ғимаратының жанына шағын мұз сырғанағы орнатылса, облыс әкімдігіне қарама-қарсы орналасқан орталық алаңның кіреберісіне Аяз ата, Ақшақа және жыл нышаны жыланның фигуралары безендіріледі. Сонымен қатар қала тұрғындарына 2 мұз айдыны тегін беріледі. Бірі жастар сарайының аумағында, екіншісі қалалық жағажайдың жанында болады. Сондай-ақ қаланың басты көшелері тақырыптық жарық диодты жарықтандыру арқылы түрленеді. Шыршаның шамын қосу рәсімі алдын ала 21 желтоқсан күні сағат 18:00-ге жоспарланған. Айтпақшы, биылғы жылы дәстүрлі тойлау орындарына Қонай шағын ауданында қосылды. Барлық шыршалар бір уақытта жанып тұрады. 20 по 30 декабря 20 мен 30 желтоқсан аралығында жас қостанайлықтар театрлардың жаңа жылдық қойылымдарын тамашай алады. Қойылымдар кестесін Қуыршақ театрының, Ілияс Омаров атындағы Қазақ театрының және Орыс театрының ресми интернет ресурстарынан табуға болады. 22 желтоқсанда Март және Қостанай Плаза сауда ойын-сауық орталықтарында балаларға арналған концерттік бағдарламалар өтеді. Аға буын азаматтар да назардан тыс қалмайды. Белсенді ұзақ мерзімді жоба аясында 23 желтоқсанда Мирас мәдениет сарайы қостанайлықтарды жаңа жылдық бағдарламасына шақырады. Сонымен қатар қалада ашық ауада концерттер мен мерекелік автобустар ұйымдастырылып, мектептер мен білім беру ұйымдарында ертеңгіліктер өтеді. Мажит Чуленов биылғы жылы кәсіпкерлік нысандарының арасында аз қамтылған отбасы балаларына өз қаражаты есебінен сыйлық бергісі келетіндер аз емес екенін атап өтті.
31 декабря. 31 желтоқсан күні сағат 18:00-ден бастап облыс әкімдігінің алаңында «Қош келдің жаңа жыл» атты жаңажылдық мерекелік бағдарлама басталады. Қостанайлықтар мен қала қонақтарын қаланың балалар ұжымдары, сондай-ақ Мирас мәдени орталығының солистері мен әртістері ұсынатын би билеп, жаңажылдық құттықтаулар тамашалайды. Дәстүр бойынша түнгі сағат 1-де қостанайлықтар мерекелік отшашу мен ресми құттықтаулар алады. Жаңажылдық бағдарлама түнгі сағат 2-ге дейін жалғасады. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі бұл күні қоғамдық көліктер түнгі сағат 3-ке дейін қатынайтын алға тартып отыр. Сонымен қатар қала басшысы жергілікті тұрғындар мен кәсіпкерлерді өз аумақтарын жаңа жылдық безендіруге шақырды. Осының арқасында олар жаңа жылдың ең жақсы безендіру байқауына қатыса алады. Өтініштер 22 желтоқсанға дейін әкімдікке тапсырылуы тиіс. Алексей Краснов, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Қостанайда құқық қорғау органдарының ардагерлері арасында бильярдтан турнир өтті. Спорттық шара генерал-майор Михаил Дәуеновті еске алуға арналған. Іс-шара дәстүрлі түрде 2-ші жыл қатарынан өткізілуде. Биыл оған 8 команда қатысты. Ардагерлер арасындағы тартысты бәсекелестікті әріптесім Дәуіт Байғоныс көріп қайтты. Генерал-майор Михаил Дәуеновті еске алу турнирінің шымылдырығы биыл осылай ашылды. Нартұлғаның құрметіне ұйымдастырылған жарыс 2-ші жыл қатарынан өткізілуде. Қатысушылар тізімінде құқық қорғау органдарында талай жылдар қызмет атқарған ардагерлер мен Михаил Дәуенов ұстаздық еткен Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің қызметкерлері болды. Турнирде бас аяғы 8 команда бақ сынасты. Дәуенов Михаил Түсіпұлы кезінде біздің генералымыз, отставкадағы генерал, ардагерлер кеңесінің төрағасы болды. Ол да бильярдпен айналысатын. Соны еске алу турнирін өткізіп жатырмыз. Ол кісі өте қарапайым, жауапкершілігі мол, көп мән беретін жас буындарды тәрбиелеуге. Қатысушылардың қатарында прокуратураның қария ардагері Бақытжан Нұғманов та болды. Ол Михаил Дәуеновке арналған еске алу турнирінің құрметті қонағы саналады. Құқық қорғау саласындағы еңбек өтілі 40 жылдан асады. Сөзінше бұл турнир әр жыл сайын ұйымдастырылатын жақсы дәстүрге айналып келеді. Оған ниет білдіріп қатысатындардың да саны артып барады деп отыр қарт ардагер. Продолжается уже несколько лет. Бұл турнир біз үшін бас қосу алаңы болып табылады. Барлығымыз осында жиналған шақта біз Михаил Түсіпұлын қуанышпен еске аламыз. Оның жоғары кәсібилігі жайында сөз қозғаймыз. Бильярдтың жанкүйері екенін еске аламыз. Ол бізді әрқашан өз мамандығына адал болуды үйретті. Бұл жердегі әр қатысушы оның қандай жақсы адам болғанын біледі. Полиция департаментінің ардагерлері, прокуратураның ардагерлері, пограничный қызметтің ардагерлері, төтенше жағдай департаментінің ардагерлері, Михаил Түсіпұлы университетте біраз жыл қызмет атқарған істеген, сол университеттің қызметкерлері. Турнирге бас аяғы 32 ойыншы қатысты. Олар жұптасып, еркін пирамида форматында 2 жеңіске дейін ойнады. Жарыстың жүлдегерлері мен жеңімпаздарына естелік сыйлықтар ретінде медальдар, кубоктар мен сертификаттар, сондай-ақ жеке номинациялар бойынша марапаттар берілді. Хамза Нұрпейісов, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы. Осындай ақпаратпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймын. Сау, саламатта болыңыздар.